Ассаламағалейкум. Армысыздар. Тікелей эфирде информбюро сіздермен бірге Лимара Салих. Және Мақсат Толықбай, назарларыңызда бүгінгі басты жаңалықтары. Алматының перинаталды орталығында үш бірдей сәби дәрігерлердің кесірінен шетінеген бе? Қарағандыда тағы да атыс, қарулы топты қолға түсіру үшін Арлан арнайы жасағы жұмылдырылды. Қазақстанның сыртқа қанша қарызы бар, оны мемлекет қайтып қайтармақ, әлде халықтың қазынасына қол салама? Алматының перинаталды орталығында үш бірдей сәби дәрігерлердің кесірінен шетінеген бе? Қарағандыда Алматыдағы перинаталдық және балалар хирургиясы орталығында төтенше жағдай мамырдың 3 күні үш бірдей нәресте шетінеп кетті. Дәрігерлер сәбилердің жарық дүниемен жылдам қош айтысуының себебін сепсис диагнозымен байланыстырады. Яғни сәбилер онда шетінеп кеткен шақалақтардың бірінің әкесі елінің жүктілік кезінде өткізген тексеру нәтижелерінің оң болғанын, қорқуға ешқандай негіз болмағанын айтады. Соған қарамастан сәби жансақтау бөлімінде небәрі 2-ақ күн жатып, аппараттан ажыратқаннан кейінде өздігімен демала алған. Алайда көрер жарығы көп болмапты. Басылымда ғұмыры осы нәрестенікіндей қып-қысқа болған екінші бөпенің мамасы да жүктілігінің қауіпті өткенін айтқан. Бірақ айналасы бір тәуліктің ішінде үш бірдей шаңыраққа қаралы хабар жеткізген орталық басшылығы сәбилер өлімінің себебін туа біткен жатыршылық инфекция диагнозымен түсіндіреді. Біздің мекеме медициналық тілмен айтқанда 3-ші дәрежелі стационар, яғни мұнда босану қаупінің деңгейі жоғары әйелдер тобы жатады. Соңғы жағдайға қатысты айтсақ, 3 нәрестеде жаңа туған сәбилердің жансақтау бөлімінде жатты. Жағдайлары ауыр болды. Біз қолымыздан келген көмегімізді аянған жоқпыз. 2 баланың анасы сәбилердің мерзіміне жетіп босанбады. Бөпелердің салмағы аз болды. Оның үстіне жатыршылық инфекция жұқтырған. Ақтөбеде тергеу изоляторында отырған сотталушы қарнын бірнеше жерден тіліп тастады. Ол облыстық соттың шығарған шешіміне қарсылық ретінде осындай қадамға барған. Облыстық сот спидпен ауыратын Ресей азаматын көлік ұрлаған үшін 4 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Науқасына байланысты бас бостандығынан айырмауды сұраған, сот шешіміне келісе алмаған ол ақыры қарнын тіліп тастаған. Сотталушының қорғаушысы бұл заңдарды ізгілендіруге қайшы келетіндіктен шартты жаза сұрап отыр. 38 жастағы Ресей азаматы Александр Мартянов Ақтөбеде көлік ұрлаумен айналысқан. Тергеу барысында әрекетіне өкініш білдірген ол көлікті жасырған жерін көрсеткен. Қалалық сот науқасы екен тергеуге көмек көрсеткен соң, оған қоныстану колониясына 1 жылға жаза кескен. Алайда прокурорлар жаза тым жұмсақ деп апелляцияға шағым түсірген, ал облыстық сот қайтадан 4 жылға жалпы режимдегі колонияға кескен. Оған келіспеген Мартянов қарнын тілген. Қорғаушының айтуынша суық тиюдің өзінен сотталушы өліп кетуі мүмкін. Ал Қарағанды облысында полицейлер қарулы топты қару қолданып қолға түсірді. Пезюрк-Саршаған тас жолы бойында Toyota көлігінің жүргізушісі полиция қызметкерлерінің тоқта деген белгісіне қарамай, олардың көлігін қағып кетіп із суытқан. Іле-шала Toyota көлігіне оқ жаудырған құзырлы орган қызметкерлері арнайы жасақты шақырған. Арнайы жасаға оларды ұстау үшін 7 мәрте оқ атқан. Қарулы топ Саршаған кентінің Бәйтерек көшесіндегі үйдің маңында қолға түсті. Күдіктілер Саршаған кенті мен Пезюрк қаласының 22 мен 21 жас аралығындағы тұрғындары болып шықты. Оның екеуі ағайындылар. Күдіктілердің көлігін тінту барысында 3 шолақ мылтық, 9 калибрлі 20 патрон мен шолақ мылтықтың түрлі калибрлі оқ дәрілері табылды. Полицейлер атқан оқтан 2 күдікті басы мен аяқтарынан жараланып, ауруханаға жеткізілді. Ал қалған екеуі уақытша тергеу абақтысында отыр. Табелді қару қолдану барысында 2 күдікті дене жарақатымен емханаға жеткізілді, оларға күзет қойылды. Тағы да 2 күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Күдіктілердің автокөлігінен аңшы 3 шолақ мылтық алынды және де әртүрлі калибрдағы оқтар алынды. Табелді қару қолдану прокуратурамен заңды деп табылды. Ақтөбедегі халықаралық әуежай өзін банкрот деп жариялауы мүмкін. Басына үйрілген қара бұлтты сейілту мақсатында әуежай басшылығы ұшу қону алаңының бағасы мен сатылған билеттер пайызын көтеруді көздеп отыр. Сонымен қатар бұл жерден білікті мамандар жаппай кетуде. Себебі инженерлер мен мамандардың орташа жалақысы небәрі 50 мың теңге. Әуежай қаржылық құлдырауға былтыр ғимаратты қалпына келтіру жұмыстарынан соң түскен. Скат Эйр Астана компаниялары Ақтөбе әуежайының қызметін жаз айында көп пайдаланғанына қарамастан шығын азаймайды дейді әуежай басшылығы. Сонымен қатар бағаны тұрақтандыру, ұстап тұру саясаты 5 жыл бойы шығын әкелгенін, қазір шығын 56 миллион теңге мен 91 миллион теңгеге жеткенін мәлімдеді.
Ақтөбе халықаралық әуежайы акционерлік қоғамы қазіргі жағдайда шығынды кәсіпорын болып тұр. Өйткені 2003 жылдан бастап біздерде біздің көрсететін қызметтерге тарифтер көтерілмеген. Қазіргі жағдайда қызметкерлеріміздің орташа жалақысы 53 мың теңгеден аспайды. Қазақстанның сыртқы қарызы 124 миллиард доллар. Бұл жалпы ішкі өнімнің 67%-на тең. Үкімет сағатында қаржы министрі Болат Жәмішев осылай деп мәлімдеді. Бірақ министрдің айтуынша сыртқы қарыздың 72%-ы корпоративтік секторға тиесілі болғандықтан, қарыз берушілер тарапынан қысым тәуекелі аса төмен. Бұл компаниялар мемлекеттік емес, немесе мемлекеттің қатысуы 50%-дан кем кәсіпорындар. Болат Жәмішев еліміздің сыртқы борышының 5 миллиарды мемлекеттікі, квази-мемлекеттік сектордың қарызы 21, банктердікі 8 миллиард доллар. Сыртқы қарыздың 90 миллиард доллары корпоративтік сектордың үлесінде екенін атап өтті. Алайда депутаттар Қазақстанның қарыз алмаған жері қалмады деп сынға алды. Айтуларынша Геремсей аралына 32, Кайман-Сейшел аралына 300 миллион доллар қарыз. Олар офшорлық компаниялар болуы мүмкін деп шамданады. Алайда министр сыртқы қарыздың 60 миллиарды мұнай-газ саласы таратылған инвестиция. Сондықтан борышты өтеуде мемлекетке салмақ түспейді деп сендірді. Ал депутаттар назарын Грузияның Қазақстанға 20 миллион доллар қарызын қайтармай отырған аударды. Қазіргі таңда шетелден қарыз алатындар қандайда бір қаржы институтынан алады. Осы қаржы құрылымдарының бір бөлігі офшорлық аймақта, соның ішінде аралдарда да тіркелуі мүмкін. Қаржылық институттар офшорлық аймақта тіркелгенмен, оларға қатысты қиындықтар жоқ. Ал 45 адамның өмірін алып кеткен Қызылағаш су бөгеті қайта салынбақ. Ақсу ауданына сапармен келген су ресурстары бойынша комитеттің төрағасы Ислан Әбішев су қоймасының құрылыс жұмыстарына мемлекеттен 5,5 миллиард теңге бөлінетінін мәлімдеді. Сондай-ақ тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ, су бөгеті барлық тараптарға лайықты болады деді. Су қоймасының қайта салынатыны қызылағаштықтар үшін әзірге ауыр соққы болып тұр. Әлі құрылыста басталмаған су қоймасының ертеңгі күніне үреймен қарайтындар да бар. Жаңа су бөгеті республика бойынша ең сенімді, ең мықты, барлық талаптарға сай болады деген Әбішевтің уәдесіне халық сенгілер ақ келеді. Ал су бөгетінің айналасын 50 метрлік бетон блоктармен қоршап, темір құбырларға дейін жүргіземіз деген Әбішев мырза қайғылы апат болғанға дейін бұл ауылда 2400 гектар жерге түрлі дақылдар егіліп, тұрғындар осы кәсіппен отбасыларын асырап келген болса, жаңа су қоймасының арқасында ауыл тіршілігін қайта жандандырамыз деп отыр. Путиннің қайта билікке келуі Ресейдегі саяси текетіресті ушықтыра түсуі мүмкін. Жексенбі күні Мәскеудегі Абай ескерткішінің маңына тағы 20 мыңға жуық адам жиналып Путинге қарсылықтарын білдірді. Бұл жолы наразы жұртқа Ресейдің белгілі жазушылар мен музыканттар да қосылды. Бір қызығы, серуенге келген жұрт бір-бірінен қайда баратындықтарын сұрастырғанда барлығы Абайға барамыз деп айтқан. Сағат күндізгі 12-де басталған серуеншілердің бейбіт шеруі Пушкин алаңындағы ақын ескерткішінен Чистые пруды аймағындағы Абай ескерткішіне дейін жалғасты. Путинге қарсы қалақ серуеніне келгендердің көбі мойындарына ақ мата байлап алған. Себебі ақ лента Ресейдегі әділ сайлау үшін қозғалысының белгісі. Полиция жасақтары бұл жолы күш көрсетпеді, ешкімге, тек сырттай ғана бақылап тұрды. Ал халық серуені идеясының авторлары алдағы уақытта миллиондар маршын ұйымдастырмақшы. Сонымен қатар билік оппозиция белсенділерін қамауды тоқтатпаса, жұрт көтеріліске шығатындықтарын ескертті. Путинде қазір баяғыдай бедел қалмады. Оған халықтың бүгінгі наразылығы дәлел. Бірақ билік кезекті бассыздыққа бармайтын шығар. Бүгінгі халықтың серуені Мәскеуді еркін қалаға айналдырудың алғашқы қадамы. Ал Токиода бүкіл әлемдік ұйғыр құрылтайы басталды. 5 күнге созылатын жиын әлемнің 20-дан астам елінен 200-ге жуық этникалық ұйғыр қатысып отыр. Олар ұйғыр халқының тәуелсіздік алу мәселесін талқыламақ. Жапония конгресске қатысушыларға виза берілетіндігін сәуірдің 11 күн айтқан. Сол жолы Америка дауысы радиосы Пекиннің Токиодан құрылтайды өткізбеу туралы талап өткенінде айтқан. Қытай жағы ұйғыр белсенділері жиында Қытайдың егемендігі мен аумақтық тұтастығына қарсы әрекет жасай деген алға тартқан. Құрылтайдың бас ұйымдастырушысы ұйғыр саясаткер Рәбия Қадыр бұл туралы Азаттық радиосы хабарлап отыр. Америкалық көлікке тапсырыс берген павлодарлық 30 тұрғын тасымалдаушы компания алдап кетті деп шағымданады. Олар бұл арызбен 1 жылдан астам уақыт бойы құзырлы органдардың табалдырығын тоздырыпты. Тұрғындардың айтуынша жергілікті Real Motors фирмасы тұрғындардан
кілең джип көлігіне тапсырыс алған. Бар жоға 60 тәулік ішінде мұхит асып жетуге тиісті көліктер Балтық елдерінде бөгіліп қалады. Бөгілген көлікті Қазақстанға жеткізу үшін тасымалдаушы қосымша 10-12 мың доллар төлемақы талап еткен. Алайда тұрғында Real Motors фирмасы қызметкерлерінің талабын орындаудан бас тартқан. Тараптар бір-бірімен тіл табыса алмай тарқасып жатқан кезде Рига қаласында тұрған контейнерлер Финляндияға сатылып кеткен. Бағасы 500 мың доллар тұратын қымбат көліктер жоғалып кетті. Енді не көлік, не қаржысы қалған тұрғындардың кімге барып шағын айтары белгісіз. Я думаю, что там, да. Жергілікті қаржы полициясы мен полицейлер біліп отыр, біле тұра әзірге Real Motors фирмасына қарсы шара қолданар емес. Жамбыл облысына қарасты Әбжаппар ауылын аудан әкімі мезетті. Ауыл іргесінен ор қазылып, елді мекен құм астында қалып қалу қаупі қылаң берді. Осылай деп дабыл қаққан жұрт бас көтерді. Өндіріс орны ауылдағы жалғыз ауыз су арықтан айырды. Ал атқарушы билік бұған бейқамдық танытқан. Мәселенмен мән-жайын Нұрадин Рахай тарқатады. Әбжаппарлықтар әбіржулі, басқа емес атқарушы билікке. Ауылмен ақылдаспай жалғыз ауыз судан айырыпты. Базынасын айтып, биліктен қайыр таппаған тұрғындар тайлы тұяғымен қарсылық білдіріп білек буды бүгін. Карьер ауылдың көріне айналғаны көрер көзге көрініп тұр деп ашынады ауылдағылар. Іргеден ор қазылды. Осыдан опық жеуіміз бек мүмкін деп алаңдаулы. Құм деген сырғиды, топырақ деген сырғиды. Кейін мынау экологиялық апат болса, мына ауыл түгел жердің астында қалуы мүмкін. Ауылда ауыз су деген кәдімгі арық. Оны да көп көріпті кәсіпкер. Құм жуу үшін жұрттың аузынан жырып, өндіріс орнына жығып жіберіпті суды. Төрелікті төбеден тосқан тұрғындар аудан әкімшілігінен жарытып жауа алмайды. Өндіріс орнындағы техникалардың кеңес заманының қалдыға. Бұл жерде ешқандай өндіріс орны жоқ деп жаңалық ашты. Нақты құжаттары бізге әлі карьер ашылды деп тиісті құжаттары әлі түскен де жоқ. Бұл жерден ешқандай құм алынған жоқ. Қазір ғана осы жерде құм жатырған. Сондықтан да тексеру жүргізгеннен кейін барып сіздерге анықтап айта аламыз. Рахмет. Жайдақ суды жұрт аузынан жырып, құм жууға жығып берген Құлан су мекемесі. Кәсіпкермен келісіп тек түнгі мезгілде су алу керек екен. Бірақ нақтысты келісімге көз жұма қарапты кәсіпкер. Күніздің өзінде ауылдың суы құм жууға қолданылып жатыр. Міне қазір бір айға 20 мың ақшасын төледі. 20 литр секундына біз 4 сағатқа пайдаланып жатыр. Значит, істеп отыр қазір. Суткасында 4 сағатқа. Ұрлығы көрінген өндіріс ошағы көп замай жұмысын тоқтатты. Бір қызығы аудан әкімнің бұл жерге енді құжат жиналып жатыр дегенін өндіріс орнының қожасы жоққа шығарды. Жоқ, аудан әкіміңізге де район осы округтың да әкіміне бәріне бердік қой документтерімізді. Аудан әкім білмейміз. Енді аудан әкім білмесе мен оны қайдан білемін? Арық судан ауыз су алған ағайынның басым дені ауруға шалдыққан. Осы аймақта оба мен бруцеллез ауруының ошағы бар. Осындай базынасы өз басынан артылған жұртқа енді ауыз судан айырылуы жығылғанға жұдырық боп тұр. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Жамбыл облысынан. Ал Алматыда жол көлік апатының алдын алмақ болған жүк көлігі аударылып қалды. Ауыр техника қарсы бетке шығып кеткен жүктен қашып апатқа ұшыраған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Жүргізушілердің өмірін сақтап қалған қауіпсіздік белбеу екен. Жол көлік апаты сағат күндізгі 11 шамасында Қабанбай Батыр мен Водная көшелерінің қиылысында болған. Қиыршық тас тиеп Қабанбай Батыр көшесімен төмен келе жатқан жүк көлігіне қарама-қарсы джип шыға келген. Жол жиегіне ығысқан ауыр техника, электр, телефон бағандарын жанап өтіп көпірден ауып кеткен. Көлік иесі сағатына 30 шақырым жылдамдықпен келе жатқанын айтады. Қазір апат болған аумақта жарық пен телефон байланысы жоқ. Алматы облысында баласы әріп танымайтын отбасылар жетерлік. Аймақ прокурорлары жүргізген бір күндік тексеріс барысында кәмелеттік жасқа толмаған сауатсыз жеткіншектердің 10-ға жуығы анықталған. Мәселен, 17 жастағы бір бойжеткен әлі күнге дейін не жаза, не оқи алмайды. Жағдайды өз көздерімен көрген құқық қорғаушылар енді жасөспірімдер арасындағы сауатсыздықты жоюды қолға алмақ. Людмила Субботина 17-де, алайда бойжеткен әлі күнге дейін әліпбидегі бірде-бір әріпті танымайды. Бала күнінен сал ауруына шалдыққан жасөспірім мектеп табалдырығын аттап көрмеген. Заң бойынша Людмила сияқты балалар үйде оқытылуға тиіс. Алайда Қарасай ауданының әлеуметтік қызметкерлері саяжайда тұратын науқастың жағдайын біліп есігін қақпаған. Ал Байсерке ауылынан келген мына көп балалы отбасы бірнеше жылдан бері қабырғасы қаңырап қалған бұрынғы моншада күнелтіп келеді. Бүлдіршіндердің құжаттары болмағандықтан Алматының іргесінде тұратын жанұяның балалары еш уақытта партада отырып көрмепті. 7 лет. Учишься? Да. Нет пока. Желаешь учиться же, да? Да. В школу хочешь ходить? Да. Читать не умеешь? Да, пока не умею. Очень много семей
которых дети... Балалар көптеген себептермен мектепке бармайды. Мәселен, Іле ауданындағы бір отбасында кәмелеттік жасқа толмаған 4 баласы бар. Олардың 3-і мектеп жасында, алайда ешқайсысы материалдық себепке байланысты сабаққа бармаған. Ал Алматы облысы білім басқармасындағылар прокурорлардың айтқаны шындыққа жанаспайды деп отыр. Өйткені білім ордасы үшін бірінші кезекте оқыту мәселесі тұрған көрінеді. Я вообще не думаю, что это... Білімсіз балалар аса көп болмағандықтан бұл бір көтеретін мәселе деп ойламаймын. Оның үстіне білім беру орындары ұстаздармен, мектеп директорларымен бірге барлығын оқыту туралы акция өткізіп тұрады. 21 ғасырда балаларға мектеп есігін ашпаған шенділер сөгіс алып, тіпті тәртіптік жауапкершілікке тартылатындығы туралы жарлықта шыққан. Қала берді жауапты тұлғалар бірнеше мәрте жазаланғанда. Алайда одан сауатсыз балалардың саны азайған жоқ. Илмар Салих, Лейдық Медиева, Дарқы Жұмратов, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Алматы облысы. Алда көретіндеріңіз. Дәрінің көмегімен тез пісетін жеміс жидектер адам денсаулығына қаншалықты зиянды. Қытайдан келетін көкөніске сенуге бола ма? Жан түршігерлік жағдай, жолдың жиегінен бастары мен саусақтар кесілген 49 адамның мәйіті табылды. Бұдан өзге де ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарымызды жалғастырамыз. Мексикадағы есірткіге қарсы соғыс жаңа леп алды. Бұл жолы жол жиегінде 49 бүлінген мәйіт табылған. Сұрақ сол адам өлтірушілер құрбандарының бастарын кесіп, саусақ іздері арқылы өлі денелердің кім екенін білмеу үшін қолдарында шауып тастаған. Бөлшектеп кесілген денелер қара пакетке салынған екен. Өлгендердің 43-і ер адамдар болса, қалған 6-ы әйелдер. Құрбандардың барлығына мағынасы ешкімге белгісіз үндеу хат жолданған. Сондай-ақ қылмыс есірткі саудасына байланысты болған деген ақпарат толық дәлелденді. Ал осыдан 4 күн бұрын Мексиканың батыс бөлігінде 2 көліктен бастары кесілген 18 мәйіт табылған еді. Прокуратураның хабарлауынша 4 мамырда ақш шекарасында есірткі бандасы өлтірген 23 өлімге қатысты кек алу ісі болуы мүмкін. Мексиканың есірткіге қарсы соғыс кезінде 2006 жылдан бері 50 мың адам өлтірілген екен. Ал Forbes журналы бойынша Қазақстанның ең бай адамы Қазақмыстың директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким қызметінен кететінін жария етті. Ал директорлар кеңесі жаңа үміткердің іріктеу жұмысын бастап та кеткен. Дегенмен Ким мырза Қазақмыспен бір жолата қоштаспайтынын, компаниядағы өзінің акциялар пакетін қысқартпайтынын атап өтті. Сонымен қатар төрағалықты тапсырған соң директорлар кеңесі құрамындағы атқарушы емес директор ретінде топ қызметіне бұрынғыдай белсенді қатысатынын айтты. Естеріңізге сала кетейік, өткен айда оның айлық жалақысы 35 миллион теңгеден 21 миллион теңгеге дейін төмендеген болатын. Оған қоса биылғы жылы компания жұмысшыларының жаппай ереуілге шығуы компания табысын біраз тығырыққа тіреген еді. Телевизия саласында 40 жылға жуық қызмет атқарып, қарымды ойымен, орамды сөз саптауымен көрермен көңілін жаулап, қазақ тележурналистикасының саңлағы атанған Нұртілеу Иманғалиұлы 60 жасқа толып отыр. Саналы ғұмырын кәсібін арнаған ағамыз қатардағы тілшіден естияр халық көңіл қойып тыңдайтын, ақылына сүйеніп көрермен тек өзінен кеңес алатын азаматтық көгілдір икаран ақсақалына айналды. Аға буын әріптесімізді тілшіміз Жанар Жолтаева құттықтап қайтты. Көзілдірігінің үстінен барлай қарап, көкейтесті сұрақтарын тайсалмай төтесінен қойып, жауабын таппаса ұзақ уақыт үнсіздікпен сынап, қарсыда отырған қонағын қайнайтын Нұртілеу ағамызды көрермен жақсы таниды. Көкпар Алтыбақан хабарлары журналисті танытты. Көзқарасымен бетпе-беті өткір мәселелерді әңгіме өзегіне айландырып, ел көлеміндегі аузы дуалы тұлғалардың ой пікірлерін шыншыл күйінде халыққа жеткізетін бағдарламаға айналды. Қазақ журналистикасында сана бар, қазақ журналистикасында мемлекетшілдік бар, қазақ журналистикасында батырлық бар, қазақ журналистикасында қазақтың құндылықтарын сақтай отырып, қазақ үшін істелетін шаруаның барлығы істеліп жатыр. Естіп көріп отырмыз ба? Соны бағалай отырмыз ба? Бұл басқа әңгіме. Бай қуатты болайық тіркесімен сөзін аяқтайтын Нұртілеу ағамыз осы күнде атақтан да кенде емес. Алтын жұлдыз сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, Қазақ ұлттық өнер академиясының құрметті профессоры және де өзі туып өскен Ақсу ауданының құрметті азаматы. Жуырда ғана кинорежиссер Қалила Омармен бірге ауылына барып келген ағамыз ондағы ел жұрттың бүгінгі тұрмысы көңіл көншітер емес деп қаймығып отыр. Ақсудың суы іспеттес, халықтың көңілі де саязданған дейді ол. Мен мектепте жүргенде 1000 гектарға жуық қант қызылшасы бар болатын. Бүгін 200 гектардан аспайды. Неге? Ойландыра ма? Ойландырады. Менің ойымша бұл менің ауылым ғана емес, бір ауыл арқылы, қазақтың кез келген тұсындағы бір ауыл арқылы бүкіл қазақ ауылының тағдырын түсінуге болады. Міне, ойландыратын ар жағындағы
түйсігіңдегі бір қыл пернелеріңді түзеткізетін мәселелер осы. 60-та алқымдап мінсе де ағамыздың жігері жігіт қалпында, қимылы еркін, мінезі ақ жарқын. Шерхан аға 60-қа келгенде елдің құрметін көріп ең соңында сөз берген кезде апырай, елім-ай, жұртым-ай, өзің осындай деп сөйлейтіні бар еді ғой. Маған сонша құрмет көрсетіп жатырсыңдар, бірақ менің сол құрметті көтеретін неғым қалды ма деген. Ол кезде мен күлгем. Бүгін қайталағым келді. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Информ бюро 31-ші арна, Алматыдан. Ал біз не жеп жүрміз? Бүгінде биотехнология ғылымы адам баласына өсімдіктің Құдай жаратпаған жаңа түрлерін тұтынуға мүмкіндік тудырды. Мезгілінен бұрын сауда орындарына жайғаса қалатын қауын қарбыз, жылдам өсіп тез пісетін бірнеше ай бойы сақталатын өзге де көкөністерге ғылыми саласы мамандары не қосып, не араластырып жүр. Ғылымдардың қолымен гендік модификациялауға ұшыраған азық-түліктерді жеу адам баласына қаншалықты қауіпті? Бұл сұрақтардың жауабын әріптесіміз Аида Боранбай біліп қайтқан еді. Гендік модификациялау бұл терминнің ғылым саласына енгеніне біраз жылдар болды. Алайда оның төңірегіндегі даулы мәселелер әлі басылмай келеді. Өсімдіктердің генін өзгертудің арқасында адамдар жеміс-жидек пен көкөністерді жыл бойы тұтына отырып, әртүрлі жануарлардың генін сіңіретін көрінеді. Мәселен, қып-қызыл базарда самсып тұрған әдем алмаға, шаянның, түйірі бір келіге дейін баратын картопқа, доңыздың, бірнеше айға дейін бұзылмай тұратын қызанаққа, акула тісінің, сондай-ақ исаңқыған жүгеріге жыланның гені енгізіледі. Одан хабарымыз жоқ. Действительно, ол білеміз өтір жылтырайып тұрған көріп жүрміз, одан хабарымыз жоқ. Әрине, ондай нәрсе өте зиян. Негізі ол зиян ғой, негізі былай қарағанда. Оның бәрі ерте шығып жатқан нәрсе. Қалтасы бар азамат алады, жоқтар ала алмайды ғой. Біз кедей пақырға болады ғой, Қытайдікін жей береміз ғой. Ол Қытайды тексеріп жатыр ма? Ешкім тексермейді. Біз жейміз оны, балдарға зияны бар ма, жоқ па білмейміз ғой. ақш Англия елдері ғалымдардың көмегімен осындай жаңа өнім түрлерін өндіріп, Кения, Индия, Африка елдеріне апаруды қолға алған. Алайда Ресей ғалымдары гендік өзгеріске ұшыраған өнімдерді адам ағзасына ақыры зиян деп шешті. Алайда Қазақ тағамтану академиясының президенті тағамдарды тек әмбебап дүкендерден алатын Төрегелді Шарманов бұл пікірмен келіспейтіндігін айтады. Жаңа генді модификацияланған мысалы қызанақ, ол 6 айға шейін мысалы қасиетін жоймайды. Ол қасиетін жоймағандығына жұрт қауіптенеді. Олай емес. Ол қасиетін жоймайды деген жаңаға төтеп беретіндей, тез мысалы бұзылып кететін қасиетін алып тастайды да, шыдамдылығын көрсететіндей, оның түк зияндығы жоқ адам организмде. Бүгінде елімізде жыл 12 ай бойы сатылатын көкөністер мен жемістердің 90% Қытай өнімдері. Биотехнология арқылы ас өндіруді осы Қытай мықтап қолға алған. 2 миллиардтай халқымен нығыздалып отырған Қытайдың кең алқапқа егіс салып жатуға мүмкіндігі жоқ. Алайда химиялық тыңайтқыштарды шектен тыс пайдаланған Қытай тағамдарының барлығын зиян деуге болмайды деген Шарманов мырза, арасында әрине адам ағзасына зияндары бар дейді. Ол химиялық қоспанды деген сөз, ол адамның мысалы денсаулығына, немесе оның зат алмасуына тікелей зиян әсеретін нәрсе болғандықтан оны біз мұқият қарауымыз керек. Елімізде мүмкіндігі жеткен кез келген адам бағасына қарамай табиғи өнім алғанды құп көреді. Ал қараша халық химикатқа толған Қытайдың гендік модификацияға ұшырған кез келген өнімнің асқазанға кетуіне жол беруге мәжбүр. Өкініштісі, өнімнің табиғи не табиғи емес екендігін ажыратып беретін бізде ешбір белгі жоқ. Аида Боранбай, Данияр Жүсіпов, Информ бюро, Алматы. Жарты сағаттан соң Фатмагүл сериалын жіберіп алмаңыздар. Ал Информ бюроның дүйсенбідегі шығарылымы осымен тамам. Алда жарнама және ауа райы мәліметі келесі кездескенше аман сау болыңыздар.